Ayasıl video studiyası ұсынады. Армысыздар, ардақ достар, ата-аналар, қадірлі қонақтар, және де бүгінгі кештің басы кейіпкерлері, жас түлектер. Қайырлы күн, құрметті қауым. Бүгін ерекше күн. Бүгін білім мен тәрбиенің қасиетті ортасынан қанат қаққан жас түлектердің үлкен өмірге қадам басар сәті. Бұл қоштасу ғана емес, бұл елге қызмет етуге берілген серттің бастауы. Ендеше, ортаға қошеметпен еліміздің ертеңі, тәуелсіздіктің тірегі, болашақ мамандар 2026 жылғы түлектерді қарсы алайық. Шеруді бастайтын 11-ші А сыныбы сынып жетекшісі Сыдықова Эльмира Жиентайқызы. Шәкірттері химия пәнінен республикалық деңгейдегі ғылым негіздері олимпиадасында топ жарып, Сүлеймен Демирел университетінің грантын иеленіп, Айғанат олимпиадасында жеңімпаз атанып жүрген өз ісінің шебері, республикалық олимпиада олимпиадасының бірінші орын иегері, білім мен тәжірибесін ұштастыра білген химия пәнінің үздік ұстазы. Бұл сынып ғылыми ізденіске бейім, зерттеушілік қабілеті жоғары оқушылардан құралған ерекше орта. Олар химия мен биологияны терең меңгеріп, түрлі ғылыми жобалар мен байқауларда жетістікке жеткен. Бұл оқушылардың қатарында ауыл олимпиадасының республикалық кезеңінің қола медаль иегерлері, пәндік олимпиадалардың күміс жүлдегерлері, президенттік олимпиаданың облыстық кезеңінің жеңімпаздары бар. Бұл сынып жастары, болашақ дәрігерлер, ғалымдар, экологтар және де биотехнологтар. Қошеметтеріңізбен 11-ші Ә сынып оқушылары. Сынып жетекшісі Ибраим Араушан Талғатқызы, математика пәнінің білікті ұстазы, оқушыларын республикалық пәндік олимпиадаларда топ жарып, жеңіс тұғырынан көрінуге жетелеген, кәсіби шеберлігі мен қажырлы еңбегі арқылы талай дарынды шәкірт тәрбиелеген, күрделі тақырыптарды қарапайым тілмен түсіндіре алатын оқушылардың логикалық ойлауын дамытып, оларды түрлі жарыстарға дайындайтын нағыз кәсіби маман. Бұл сынып математика, физика, география, информатика бағытында терең білім алып, ғылымға ерекше құштарлық танытып жүрген дарынды оқушылардың бірегей тобы. Олар күрделі есептерді шешуден, алгоритмдер құрудан жалықпай, білім мен тәрбиені тең ұстайтын Алтын лицейіміздің мақтаныштары, лицейдің атағына сақтатқан білімді түлектер. Назарларыңызда 11-ші Қ сынып оқушылары, сынып жетекшісі Жолдыбаева Гүлзат Тілеужанқызы. Химия ғылымының қыр-сырын терең меңгеріп қана қоймай, әрбір оқушының бойына ізденімпаздық пен жауапкершілікті сіңіріп жүрген білікті ұстаз олимпиада майталманы. Бұл сынып экология, медицина, фармацевтика, биотехнология сияқты маңызды салаларға қызығушылық танытып, адам денсаулығы мен қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне бей-жай қарамайтын белсенді жастардан құралған орта. Олар ғылыми жобаларға қатысып, зерттеу жұмыстарымен айналысумен қатар, спортта да жоғары жетістіктерге жетіп жүрген жан-жақты дарынды оқушылар. Ғылым мен спортта қатар алып жүрген бұл жастар болашақта ел дамуына үлес қосатын саналы әрі мақсатшыл ұрпақ болмақ. Келесі 11-ші Б сынып оқушылары. Сынып жетекшісі Нұрғожайба Айнұр Шынтасқызы, физика пәнінің мұғалімі. Күрделі құбылыстардың сырын ашып, оқушыларға
ғылымның тереңдігін түсіндіре білетін, әр сабағын қызықты тәжірибемен, нақты дәлелге негіздейтін білікті ұстаз. Өз ісіне адал, жаңашылдыққа ұмтылған, шәкірттерін білім мен ізденіске жетелеп жүрген кәсіби маман. Физика мен математика пәндерін таңдаған болсынып, нақты ғылымдардың сырын меңгеріп, логика мен дәлдікті серік еткен білімді де дарынды оқушылардың көбі. Олар күрделі есептерді шешіп, ғылыми ойлауды дамытумен қатар, спортта да жоғары жетістіктерге жетіп жүрген жан-жақты тұлғалар. Алдарыңызда 11-ші класс сынып оқушылары, сынып жетекшісі Асаубай Ақгүл Болатқызы, математика пәнінің білікті ұстазы, оқушыларының логикалық ойлауын дамытып, күрделі есептердің шешімін тауып үйретіп жүрген ізденімпаз маман, ұстаз мәртебесі төс белгісінің иегері, педагог зерттеуші. Облыстық ғылыми жобалар, педагогикалық идеялар мен ән байқауларының жеңімпазы ретінде шәкірттерін зияткерлік дамуға жетелеп жүрген жанашыр ұстаз, білім мен өнерді ұштастырған жан-жақты шығармашыл тұлға. География мен биология пәндерін таңдаған бұл сынып, табиғат пен жер ана сырын терең түсінуге ұмтылған зерттеуге құштар, танымы кең оқушылардың бірегей тобы. Олар Алтын түлік олимпиадасының, ауыл мектептері арасындағы пәндік олимпиаданың жүлдегерлері атанып, зияткерлік сайыстар мен ғылыми жобаларда жетістікке жетіп, экологияны қорғауға өз үлестерін қосып келеді. Сонымен қатар халықаралық айлық сертификатын иеленіп, білім көкжиегін кеңейткен жан-жақты дарынды жастар. Келесі алтын түлектеріміз 11-ші сынып оқушылары. Сынып жетекшісі Кенжетай Бақыралай Өмірзаққызы. Орыс тілі пәнінің мұғалімі. Тілдің нәзік қырларын терең меңгертіп, оқушылардың сөйлеу мәдениеті мен ойлау қабілетін дамытатын білікті де тәжірибелі ұстаз. Әр сабағын мазмұнды, әр қызықты өткізіп, шәкірттерін білімге жетелеп жүрген олимпиада майталманы. Гуманитарлық пәндерді таңдаған болсынып, сөз қадірін түсінетін, ойы ұшқыр, тілге жүйрік, танымы терең оқушылардың бірегей тобы. Олар тарихтан тағылым алып, әдебиеттен рухани байлық жинап, тілдерді меңгеру арқылы әлеммен еркін байланыс орнатуға ұмтылып келеді. Лицейіміздің алтын түлектеріне сіздердің қошеметтеріңіз. 2025-2026 оқу жылын бітіруші түлектеріне арналған салтанатты шарамызды ашық деп жариялаймыз. Құрметті ұстаздар, қонақтар және оқушылар, бүгінгі салтанатты жиынымызға Қазалы ауданы әкімінің орынбасары Әбсұлтанов Мұрат Байғабылұлы, аудандық ақсақалдар кеңесінің төрағасы, Қазалы ауданының құрметті азаматы, құрмет орденінің иегері Әлімбаев Асқарбай Әлімбайұлы, Ақылшы ата, облыстық мәслихаттың депутаты Тілеп Ибайдулла Тілепұлы, мектеп-лицей ата-аналар комитетінің төрағасы Көпжасаров Кемалбай ағай, аудандық мәслихаттың депутаты Әбілов Күншығар Әбілұлы, аудандық мәслихаттың депутаты Нұрмағанбетова Эльмира Жалпақбайқызы, мектеп-лицейдің қамқоршылық кеңесінің мүшесі, еңбек ардагері Әбсұлтанов Байғабыл ағай. Бүгінгі қонақтарға сіздердің қошеметтеріңіз. Орын алсан аңсап жүрген арманың, арайланып атсын нұрлы таңдарың, туған елдің көк байрағын көтеріп, биіктерден көріне бер, салмағым. Назар аударайық. Қазақстан Республикасының мемлекеттік гимні.
bilim organı yıl sayın audanımızın Mandayalı mekteplerinin қатарынан табылып, көпшіліктің мақтанышына айналуда. Ауыл мектептеріне арналған мың бала ұлттық зияткерлік олимпиадасында, республикалық алтын түлек математикалық олимпиадада, хабар телеарнасындағы 21 ғасыр көшбасшысы республикалық интеллектуалды жобасында, бояулар құпиясы, су асты әлемі конкурсында, менің шағын отаным республикалық интеллектуалдық конкурстарында 268 оқушымыз жеңімпаз атанды. Бұл жеңістің басым бөлігі осы биылғы түлектердің қосқан үлесі. Ал 8 оқушымыз өткізілген әртүрлі сайыстарда жеңіске жетіп, жоғарғы оқу орнының гранттарын иеленді. Аудандық химия пәнінен Гауһартас олимпиадасында 11-ші сынып оқушыларымыздың бірі Айберген Мағжан бірінші орын алып, 500 мың теңге иеленсе, Келімбай Нұрислам жүлделі 3-ші орын алып, 100 мың теңге, Көлбай Жансая 10 мың теңгені қанжығасына байлады. Мектеп қабырғасындағы жетістік ұстаздың тынымсыз еңбегімен ата-ананың тәрбиесінің жемісі. Ендеше құттықтау сөз кезегін 2025-2026 жылдың республика бойынша үздік оқушысын марапаттау үшін бүгінгі шарамыздың қонағы Қазалы ауданы әкімінің орынбасары Әбсұлтанов Мұрат Байғабылұлын құрметпен ортамызға шақырамыз. Армысыздар, құрметті келестер, құрметті ұстаздар, қадірлі ата-аналар, құрметті жас достар. Баршаңызды мектеп бітіру салтанатты мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін бұл күн түлектер үшін ерекше мерейлі сәт. Бүгін аймағымызда 10 мыңнан аса жас түлек, ал Қазалы ауданы бойынша 1015 түлек 11 жыл бойы білім алған Алтын Ұя мектебімен қоштасып, үлкен өмірге жолдама алғалы тұр. Биыл оқу жылында ауданымыздағы 1015 түлектің ішінде 943 оқушы ұлттық бірыңғай тестілеуден 10 мамырдан бастап 10 шілде аралығында бақ сынауда. Мектеп бітіретін 1015 түлектің 99-ы алтын белгіге, 116-сы үздік аттестатқа үміткер атанып отыр. Бүгінде түлектеріміз бірінші кезеңдегі ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижесі бойынша жоғары нәтижелерге қол жеткізіп үлгерді. Аудан бойынша 526 түлек бірінші кезең бойынша ұлыты тапсырса, оның ішінде аудан бойынша ең жоғарғы 129 балда осы мектептің түлектері Қанибек Әли мен Аманғазиева Нұрайым жинап отыр. Бұдан бөлек ауданымызда халықаралық және республикалық білім додаларында жоғары жетістіктерге жеткен Сәтбаев атындағы 216 орта мектептің оқушысы Темірхан Бағдәулет, республикалық олимпиадалардың жеңімпазы Әмірхан Нұртөре және пәндік олимпиада жүлдегерлері Жеткерген Ерасыл сынды дарынды оқушыларымыз әлемнің және еліміздің беделді оқу орындарының грант иегері атанып отыр. Құрметті шараға қатысушылар, президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы мектеп, білім мен тәлім-тәрбиенің киелі ордасы, өскелең ұрпақты білімпаздыққа баулу қаншалықты маңызды болса, оларға дұрыс жол көрсету, бағдар беру соншалықты маңызды. Біз жастардың адал әрі еңбекқор болып өсуіне ерекше мән беруіміз қажет деген болатын. Шын мәнінде ел мен елді, халық пен халықты теңестіретін білім, тек білім ғана кез келген адам үшін өмір жолын дұрыс таңдауға, өзіне деген сенімділік пен табысқа жетуге зор мүмкіндік береді. Өздеріңізге белгілі, жақында ғана премьер-министрдің бірінші орынбасары қызметіне тағайындалған Нұрлыбек Машбекұлы 4 жылдан астам уақыт облысымызды басқарған тұста мемлекет басшысының үкіметтің қолдауымен 200-ден астам әлеуметтік нысандар бой көтерді. Оның ішінде білім беру саласында айтарлықтай ауқымды жобалар жүзеге асырып, жаңа заманауи 45 білім беру нысандары ел игілігіне берілді. Президентіміздің бастамасымен қолға алынған келешек мектептері ұлттық жобасы аясында өңірде 10 жаңа мектеп салынды. Физика, математика бағытындағы білім инновация лицей-интернаты, музыкалық колледж, оқушылар сарайы, сыр жұлдыздар академиясы, бірқатар аудандарда оқушылар үйі мен өнер мектептері пайдалануға берілді. Жуық арада ғана облыс орталығында балалар тынығу лагері ашылса, алдағы уақытта халықаралық балаларды қорғау күні ботаникалық білім беру орталығы пайдалануға беру жоспарланып отыр.
Қазалы ауданының білім саласында да көрсетілген қолдаудың нәтижесінде келешек мектептері жобасы аясында Жанқожа Батыр ауылында 300 орындық заманауи мектеп пайдалануға берілді. Аудан орталығында нөмір 234 Жанқожаев атындағы мектепке күрделі жөндеу жүргізілсе, бұдан бөлек 8 мектепке білім ағымдағы жөндеу жұмыстары жүргізілді. Аудандағы бірқатар білім ордалары жабдықталған кабинеттермен қамтамасыз етіліп, 25 білім беру ұйымдарына талапқа сай бейнекамералар орнатылды. Одан бөлек өзге де білім саласын дамытуға бағытталған жұмыстар жетерлік. Бұл жұмыстар еліміздің кемел келешегіне салынған ең маңызды инвестиция. Жас ұрпаққа тағылымды тәрбие, озық білім беру ісінде зор жауапкершілік атқарып жүрген мәртебелі мамандық иелері, ұлағатты ұстаздардың ерен еңбегін атап өткім келеді. Ұлы ақын ағартушы Абай Құнанбайұлы адам бойындағы барлық жақсылық мұғалімнен дариды деген аса жауапты әрі қастерлі міндетті абыроймен атқарып жүрген барша ұстаздар қауымына сырт жұртшылығының және облыс әкімі Мұрат Нәлғожаұлының атынан зор ризашылығымды білдіремін. Құрметті соңғы ғұмыры салтанатына қатысушылар, бүгін біз Ержігіт Бозғұлов атындағы 249 мектеп-лицей түлектерінің қуанышына ортақтасып келуіміз тегін емес. Аудандағы білім саласында айрықша орны бар білім ордасынан талай түлектер ұшырылып, тәуелсіз еліміздің тұғыр биігінен жолында түрлі салада қызмет етуде. Мектеп ұстаздарының төккен тер, еткен еңбектерінің арқасында азамат болып қалыптасып, өмірден өз орындарын тапты. Ал бүгін бұл ордада 158 мектеп бітірушісі, 25 оқушымыз алтын белгіге, 18-і үздік аттестатқа үміткер атанып отыр. Қымбатты түлектер, президентіміз мен еліміздің жастарына зор сенім артамын. Қазақстан жастары көзі ашық, көкірегі ояу, ойы ұшқыр, дарынды еңбекқор азаматтар деп үнемі айтып жүремін деген болатын. Әділетті әрі қуатты Қазақстанның жарқын болашағы сіздердің қолдарыңызда. Еліміздегі әрбір игілікті сіздердің кемел келешектеріңізге арналуда. Білімге деген ұмтылыстың нағыз еңбекқорлық пен табанды іс-әрекеттің арқасында адал азамат бола қалыптасады деп сенемін. Қанаттарыңыз талмай, бейбіт еліміздің көгінде шарықтап, ата-аналарыңыздың үмітін ақтаңыздар. Әрдайым жолдарыңыз ашық болып, арман мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Жолдарыңыз ашық, талаптарыңыз оң болсын. Лебізіңізге рахмет. Жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиаданың Қазақстан тарихы пәні бойынша республикалық кезеңінің күміс медалін, ауыл мектептердің оқушыларына арналған жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық олимпиададан алтын медалін иеленіп, Шерхан Мұртаза атындағы университеті грантын, Қорқыт атындағы Қызылорда университетінің 50% оқу грантын жеңіп алып, республикалық көлемде ауыл мектебінің ең үздік оқушысы деп танылған және де Ыбырай Алтынсарин Республикасының иегері ұлағатты ұстаз Сапар Абдулла атындағы 100 000 теңге стипендияның иегері 11-ші сынып оқушысы Әмірхан Нұртөре Алмасұлы марапатталады. Рахмет, дарынды, білімді шәкірттеріміз көп болсын. Hoş
Бүгін ерекшегі, бұл күн арман мен үміттен, қоштасу мен жаңа бастаманың тоғысқан сәті. Бұл бітіру кеші, жүректерде мәңгі сақталатын күн. Бүгінгі қоңырау үні әр түлектің жүрегінде сақталары анық. Себебі бұл үн балалық бал дәуірінің соңғы сазы. Ұстаздардан алған тәлім мен достыққа толы шақтың естелігі. Иә, осы орайда мектеп табалдырығын аттаған сәттен бастап, әріп танытып, білім жолына жетелеген бастауыш мұғалімдеріне, атап айтсақ Қарағұл Гүлмира Байболатқызына, Оспанова Дәметке Жеткер Байдынаға, Шарапатова Райхан Альбековнаға, Зомырзаева Мира Жалғасовнаға, Ақназарова Мақпал Құдайберген қызына, Дәкібаева Іңкар Бақытбек қызына алғысымызды білдіреміз. маған алғаш әңгіме үйретіп, мектептегі алғашқы қадамымды жасатқан аяулы ұстазыма және білім шыңына жетелеп, үлкен өмірге бағдар берген қамқор ұстазыма мың алғыс. Балалық шағында білімнің берік іргетасын қалаған ардақты ұстазыма және тұлға болып қалыптасуыма, оң солымды тануыма септігін тигізген аяулы ұстазыма мың алғыс. Ең алғаш мектеп табалдырығын аттағанда білім әлемінің есігін ашқан қымбатты ұстазыма және қиын сәттерде ақылшы болып болашаққа сенім ұялатқан ардақты мұғалімге мың алғыс. Бізді еркелігімізбен қабылдап, бойымызға ізгілік нәрін сепкен асыл ұстазыма және жалындаған жастық шағымызда қанатымызды қатайтқан, қияға ұшырған аяулы ұстазыма мың алғыс. Алғашқы күннен бастап өмірлі ғибрат пен жылулық сыйлаған аяулы ұстазыма және білім нәріне сусындатып, үлкен асуларды бағындыруға баулыған ардақты ұстазыма мың алғыс. Бізді мектеп қабырғасында бір үйдің баласындай өсіріп, ауылына басқан қамқор ұстазыма және бүгін үлкен өмір айдынына ақ батасын шығарып салып тұрған аяулы ұстазыма мың алғыс.
қымбатты тілектері, алда сіздерде үлкен өмір, биік армандар мен жаңа белестер күтіп тұр. Сіздерге арналған ақылтай тілегімен сахна төріне ағылша ата-аналарымыздың бірі, облыстық мәслихаттың депутаты Тілеп Ибайдулла Тілепұлын шақырамыз. Бармысыздар, ардақты ағайын, бүгінгі қуаныштың төрінде отырған мектеп бітірушілердің ата-анасы, аса құрметті жас түлектер, қадірменді ұстаздар. Бүгін енді мынау жаңа өмірге қадам басып жатырған әрбір ата-ананың үкілі үміті жас ұрпақ, осылардың болашақ қадамдарына сәттілік тілеймін. 11 жыл бойы білім нәріменен осы ұстаздар қауымы, осы шәкірттерге дәріс беріп сусындатқан ұстаздардың да қобалжу сайты, әрбір азамат пен азаматшаның үлкен өмірде үлкен азамат болып қалыптасуына атсалысқан осы тәрбиешілердің үлкен еңбегі жатыр. Сондықтан мына бүгінгі қуанышты сәтте осы жаңа сөз басында айтып жатыр, біздің осы мектепке сейін 17 жыл бойы тарихына тоқталып өтіп жатыр. Сондықтан осы мектепте қалай елімізге, әділетті Қазақстанымызға үлкен өмірге қадам басқан жастар бүгінгі таңда мемлекетіміздің, республикамыздың әрбір жерінде өзінің қызметтерін атқарып келеді. Сондықтан мен енді әрбір азаматшаға, әрбір азаматқа, мектеп бітіруші түлекке жолдарыңыз оң болсын, жолдарыңыз ақ болсын, болашақтан күткен үміттеріңіз ақталсын. Ал енді осы балалардың ата-аналарына, осы балалардың үлкен азамат болуымызды қалыптасып, өздеріңізге жақсылығымен көрінсін деген ниет айтқым келеді. Әсіресе ұстаздар қауымына, бүгінгі таңдағы қобалжу сәтіне, кісілердің әрбір мектеп бітірушілерді шығарып салған сәтіне, болашақта да осындай жақсы түлектерді тәрбиелеп, жақсы жағдайда осындай іс-шараға қатысуына тілексін. Жолдарыңыз болсын, оң болсын, сапар сәтті болсын. Ақ тілегіңізге алғысым шексіз. Мектеп ордам, киелі алтын бесігім, мәртебең артып, туың бір төмен түспесін. Адамдықтың ақ адал туа атанып, ұрпаққа ұрпақ аманат етіп жеткізсін. Аманат ұрпақтан ұрпаққа жалғасатыны сенім. Бүгінгі түлектер ертеңгі буынға тек мектеп дәстүрін емес, елге адал қызмет ету идеясын табыстайды. Түлектеріміздің аманатын қабылдау үшін білім ордамыздың көркеюіне өз үлесін қосып келе жатқан олимпиадалар мен интеллектуалдық конкурстар мен шығармашылық байқаулардың жеңімпаздары, республикалық зияткерлік шығармашылық және әдеби байқаулардың жүлдегерлері, білім, ғылым және спорт бағыттарында жоғары жетістікке жеткен 10 сыныптың үздік оқушылары ортада. Табыстау үшін мектебіміздің абыройына сақтатып, ең үздік ауыл мектебі қатарынан көрінуге септігін тигізген, пәндік олимпиадалардың жеңімпазы атанған Алтын түлек республикалық олимпиадасының 21 ғасыр көшбасшысы зияткерлік байқауының жеңімпаздарын мектеп қабырғасында жүріп, жоғарғы оқу орны грантын иеленген дарынды түлектерімізді ортаға құрметпен шақырамыз. кейінгі буынға аманат етемін. Туған жерімізге қызмет етуді, Сапқа деген сүйіспеншілікті, білім мен жігерді, спорттағы табандылықты, отан абыройын асқақтатуды, белсенділік пен жауапкершілікті, Қайсар рух пен жеңіс жолында, ғылымға құштарлықты, арманға біліммен жетуді, ізденіс пен білім жолын, еліңе адал қызмет етуді,
Өнерлерің мен ел рухын биіктетуде тәуелсіз елдің тірегі болуда. Олимпиада жеңіс туын. Білімді ұрпақ қойылды. Оқу мен еңбекті қатар алып жүруді. Спорттағы жігер мен намысты сендерге аманат етемін. Сіздерден аз пен аманатты қабылдай отырып, бізге артқан сенімдеріңізді ақтауға, Білім мен тәрбиенің барлық салаларынан алда болуға. отанымның жарқын болашағына үлес қосуға, елінің патриоты болуға, қазақ қоғамын дамытуға, Қазалыны өркендетуге, ұлттық құндылықтарды бойымызға сіңіруге. Өлкеге құрмет, кішіге ізет көрсетуге. Ұлтымыздың саналы ұрпағы болуға. Алтын ия мектебіміздің мәртебесін биіктетіп, жоғары деңгейге көтеруге. мектебіміздің намысын қорғауға және өз міндеттерімді жауапкершілікпен орындауға, Халықтың мәдени мұрасын дамытуға. спортшының бағындыруға, Мемлекетімізді гүлдендіруге. Ұлттық құндылықтарды сақтап, отанымды сүюге. адамгершілік қасиеттерімізді бойымызға сіңіруге, әрқашан ізденісте болуға, туған елім Қазақстан Республикасының адал азаматы болуға Ант етеміз, ант етеміз, ант етеміз. құрметті ұстаздар, аяулы ата-аналар және қымбатты түлектер. Міне көптен күткен ерекше күнде келіп жетті. Бүгін біз мектеп атты аяулы ұянымызбен қоштасып, үлкен өмірге қанат қағып отырмыз. Осы уақытқа дейін бірге өткізген әр күніміз, әр сабағымыз және әр күлкіміз енді жерде ең қымбаттысы. Кеше ғана мектеп табалдырығын кішкентай арманмен аттаған едік. Бүгін сол армандарымызды арқалап, болашаққа қадам басып тұрмыз. Осы жолда бізге білім беріп қана қоймай, өмір сүруді, адам болуды үйреткен ұстаздарымызға шексіз алғыс айтамыз. Сіздердің әр ақылдарыңыз, әр қолдауларыңыз бізге өмір бойы бағыт болады. Аяулы ата-аналарымыз, біз үшін жасалған барлық еңбектеріңізге, төкен бағдарларыңызге рахмет. Біздің қуанышымыз үшін алаңда әр жетістігіңізге бізден артық қуандыңыздар. Бүгінгі жеткен белесіңіз сіздердің махаббаттарыңыз бен тәрбиелеріңіздің жемісі. Қымбатты сыныптастар, біз бірге өстік, бірге қуандық, бірге армандадық, бір-бірімізге тірек болдық. Енді әрқайсымыз әртүрлі жолға түссек те, мектептегі достығымыз бен естеліктеріміз мәңгі жүрегімізде сақталады. Алдымызда үлкен өмір күтіп тұр. Біріміз дәрігер, біріміз ұстаз, біріміз кәсіпкер боламыз. Бірақ қайда жүрсек те, осы мектептің түлектері екенімізді мақтанышпен айтамыз. Барша түлектерге ақ-жол тілеймін. Армандарымыз орындалып, болашағымыз жарқын болсын. Бүгінгі кіш жүрегімізде мәңгі сақталатын ең әдемі естелікке айналсын. Біз тәуелсіз елдің ертеңіміз. Бүгінгі мектеп табалдырығынан алған білім мен тәрбие ертең елімізге қызмет ететін үлкен күшке айналсын. Алдымыздағы асқақ армандар орындалып, Қазақстанымыздың көк байрағы әрдайым биікте желбірей берсін. білімім отаныма, еңбегім халқыма. Ұстазым бар сенің қасиетің
Жақсы перзент ата-ана қолындағы аманат. Ал ата-ананың разылығы мен ақ батасы сіздерді үлкен жетістікке жеткізеді. Білім ордамыздың жанашыры, мектеп-лицей ата-аналар комитетінің төрағасы Кемелбай Көпжасар Бағайды түлектерімізге айтар тілегімен ортаға шақырамыз. Армысыздар, құрметті ата-аналар, түлектер, бүгінгі осы шараға қатысып отқан қонақтар, барлықтарыңызды бүгінгі қуанышты күндеріңізбен шын жүректен құттықтаймын ата-аналардың атынан. Енді менің байқап отырғаным балалардың бір жағынан қуаныш бар, бір жағынан мектепті қимастық бар. Бұл жетістіктерге жетуге ұстаздардың үлкен үлесі бар. Күн демей, түн демей осы балдарға тәрбие беріп, барлық өзінің бойындағы күш-жігерін осы балдарға жұмсаған ұстаздарға және осы мектепті басқарып отырған мектеп дирекциясына шын жүректен ата-аналардың атынан алғысымызды білдіреміз. Балаларымыз сүйкімді болсын, өне-білімге икемді болсын. Жақсы жолды таңдасын, жамандық тәлім алмасын. Бабалардың дәстүрін жаңаласын, жалғасын. Қос қанаты талмасын, қырандай ұшып самғасын. Абай, Мағжан, Сәкендердей тасқа бассын, таңдасын деген келеді. Ал енді құрметті ұстаздар, сіздердің еңбектеріңді ақтайтын балдар осы алдарыңызда тұр. Келешекте 20-30 жылдан кейін, 40-50 жылдан кейін сіздерге сәлем беріп келетін министрлер, кәсіпкерлер, прокурорлар, жалпы ары таза азаматтар келіп сендерге сәлем беретін болсын. Құрметті ұстаздар, абыройларың асқақтап, асқар ала тау болсын. Заман бейбіт, ел тиіш, мәңгі арайлы таң болсын. Мына балдарымыз бақытты болсын, осылардың қызығын көруге, барлық жақсылығын көруге Аллах Тағала нәсіп етсін дегендей. Ақтілегіңізге алғысым шексіз. Мектептегі ең бақытты күндер қуаныш пен сағыныш қатар жүретін ерекше кезең. Осы бір бақытты балалықтың ең асыл бейнесі сіздердің ақ бантиктеріңіз. Осы бір білгені әнге қосқан Мұхтар Шаханов ақынның шығармасы әлі де әз қазақтың жүрегінде орын тауып, үлкен буын өкілдерінің өз жүрегін елжірететіні анық. Ендеше, осы бір әнді барлығымыз бірге шырқайық. Өнерді шәкірттеріңізге қол соқтыңыздар. Балым сақызының бір кезде шашыңа бантик байлаған өзгеріп кетіпсің бұл күнде көркіге көз тастап ойланам өзгеріп кетіпсің бұл күнде көркіге көз тастап ойланам Tau bulağında
Өзіңнен дұрыспын Ұштыма білмедім Әйтеуір өмір құштым Әйтеуір гүлдедім Өкінем болды Кеудеме қонады Зор гүлі Талай болады Şagirdlerimizle bilgi olsa, ödülge boğulup жүрген ұстаздарымызға алғысымыз шексіз. Түлектері сәттегі үлкен өмірге аттанар үнсіз тілегі. Бұл достық пен бірліктің, арман мен үміттің әсер биі, мектеп бітіру кешінің ең әсерлі көрінісі. Әрбір қадам мен әрбір айналым өткен күндердің алтын мектеп шақтарының жарқын естелігі. Ендеше жүректерге толқыныс сыйлайтын әсем түлектер вальсін қарсы алыңыздар. We say the holy waters watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we make a Monday our masterpiece. Oh my love, I take a look at you, you're taking me out of there. Just know when we go, so
еңбектеріңіз. Құрметті ұстаздар қауымы, әр түлектің жетістігінде сіздердің өлшеусіз еңбектеріңіз бен ақ тілектеріңіз жатыр. Ұстазға деген құрметтен алғыс мәңгі жүректе сақталады. Осы бір қимастықтың сезімін жүрек толқынын әнмен жеткізу үшін ортаға түлектерімізді шақырамыз. Сізден алған білім өмірлік лайфхак. Біздің ойбай дайын емеспіз деген сөздерімізге төзгендеріңіз үшін рахмет. Сабақтағы әзілдеріңіз бен ақылдарыңыз ешқашан ұмытылмайды. Сіз бізге қанат бітірдіңіз. Енді ұшуға кезек бізде.
қуанышқа толы, бірақ жүрекке қимастық сезімін ұялататын ерекше кезең. 11 жыл бойы алтын ұяланған тәрбие мен білім, бірге өткізген күндер, бір партада күліп ойнаған сәттер, енді тек естеліктерге айналмақ. Арманыңда, жаныңда жалын ән бар. Жас талапкер сөзіме көңіл аудар. Бұрынғыдай күтпейді мектеп сені, бұрынғыдай соғылмас қоңыраулар. Даусыз ол күн есіңде сақталады, жазылмаған өмірдің ақ парағы, жаңа дастан күтеді жасуыңды, күтпейді тек сыныптың тақталары. Koltuğu smell işte bu. Yüreklerden kanatları kalmasın. Kölgesfonda kıran olup saklasın. Arjol Tülep Barşamına olgızga ata-ana akbata sarlasın. Audandық Ақсақалдар Кеңесінің төрағасы, Қазалы ауданының құрметті азаматы, құрмет орденінің иегері Әлімбаев Қасқабай атамыздың батасын алайық. Аумин деп қол жайыңыздар, құрметті тілектер. Құрметті ағайындар, мен енді қанша жылдан бері осы жыл сайын мектептің мына бітіретін түлектеріне өз тілегімді айтып жатырмын, себебі оның бәрін бірақ шаруашылықта сақтауды айтатын. Бүгін осында мен немерем бітіріп отырғаннан кейін әдейі осында қатысып отыр. Сондықтан ата-аналар, ұстаздар қауымы, мектептің жылы мектеп бітірушілер барлықтарыңызға да бүгінгі мереке құтты болсын дегенмен көрдім. Енді барлық адамның арманы осы баласын өсіріп, соның қызының көру ғой енді.
Мына сіздер осы балаларды 16-17 жыл болып осы күнді көруге асықтыңдар. Мына мектеп бітіретін балдар да осы күнді асығып күтті. Себебі бүгіннен бастап өмірге бөтен қадам азаматтық жолға өзін-өзі тәрбиелейтін, өзін-өзі ақырайтын жолға шығады. Сондықтан сол барлығына қуаныш, барлығына оң болсын дегім келеді. Енді мектеп бітіруші оқушылар байқап отыр, 158 бала бітіреді екен. Соның ішінде 25 алтынға үміткер бар екен. 20-дай үздік бар екен. Ол мектептің үлкен абыройы. Осыны жақсылап қорғауға бәріне тілек білдіргім келеді. Енді біздің Қызылорда облысы қазір жақсы алдын қатарға шығып тұр оқушылар. Бүгін ғана естіп отырмыз енді елдеріндегі. Қызылорда облысында, Қызылордада бір үйдің 2 баласы. Біреу 140 бал, біреу 139 бал алыпты дейді Қызылордада. Осындай жетістікті сендерге де тілеймін. Оның үстінде кеше енді барлық облысқа белгілі бір болып жатыр. Қазалыда бір бала 8 мемлекеттік грант ұтып отыр. 8 мемлекеттік грант. Сөйтіп, Қытай Республикасында Шанхайға оқуға баратын болып отыр. Бұл осы мектепте де 10-дай грант ұтты деп отыр. Ол әр ата-анаға, әр семьяға келіп тұрған бюджет. Мемлекеттік гранттың шамасы 32-35 миллион болады. Екібастан осы грант сіздерге де бұйырсын дегім келеді. Енді бата деген осының ішіне келеді деймін әке. Барлықтарың, талаптарың оң болсын, дендерің сау болсын, ата-аналарың аман болсын, туыс бауырларың барлығы да тілекші болсын деймін. Сіздердің тек қуаныштарыңа, жетістіктеріңе куәсі болып жүрейік. Әумин. Ақ батаңызды Алла қабыл етсін. Құрметті түлектер, қайда жүрсеңдер де елдеріңді құрметтеңдер. Бірлікті сақтап, білімдеріңді халқына арнаңдар. Білім жеке жетістік үшін ғана емес, отанның болашағы үшін қажет. Ақ жол, жас түлек, болашақтарың жарқын болсын, білімдерің ел игілігіне қызмет етсін. Құрметті түлектер, ортаға естелік суретке түсуге шақырамыз. Aşıktım elimin asmanına, Жараттан берген жинаудай талап, бармақтай бақ менсін бастарына. Жастың шығарып салын бірақ жолдары. Мектеп бітіру кештеріңіз сәлем құтты болсын.